атеист деген сөзден шығып кетеді. Мына осы қазанның 5-і күні Қарқаралының аудандық газеті бар екен, Қарқаралы деген. Сол газетте бір Ермек Балташұлы деген азамат мақала береді, қазақ қайда барасың деп. Осы мақалада бар келтірген дәлелі оның орамал таққан қыздарымызға тиіседі, ислам дініне соқтығады. Одан келіп пайғамбарымыздың әйелдерін айта отырып, Хазірет сұрақ осы жерде, пайғамбарымыз Айша анамызға 6 жасында үйленді, 9 жасында қосылды. Мұхаммед педофил болған, педофилдердің бастауы Мұхаммедтен басталған деп пайғамбарымызға тіл тигізеді. Педофил деген не деген? Педофил деген жас балдарға барады деген. Жас балдарға? Пайғамбарымыз солардың қатарына қосып, осындай бір адам сондай бір өте төмен түсіп сондай нәрсені айтты. Оны тағы да газетте жариялады. Ол газет қолымызда. Сонда осыған үкімі қалай? Пайғамбардың үйленуіне не себеп болды? Өте дұрыс айтыласыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам 9 жасында үйленген болғанымен, әуелі ғылыми көзқараспен қараймыз. Мәселен, мынау Сібір жақтағы балдар өте баяу жетіледі. Салқын жердегі балдар. Өте баяу жетіледі. Ер бала да, қыз бала да. Doğru ма? Ыстық жақтағылар ерте жетіледі. Ал сол уақытта мынау Азияда да, Америкада да, Африкада да 9 жаста бой жеткендік, ер жеткендік білінетін уақытқа жеткен уақыт болады. Оған көп таласамайды. Ер жетіп тұрған білінгеннен кейін, ол 9 жас. Ауа ыстық жеткіздірді. Ол біздің Азияда да болған, ол Америка құрлығында да болған, басқа жерлерде әлі де бар жерлері бар. Сондықтан бұны жала. Ал ешқандай пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Алла тағаланың ең соңғы пайғамбары болып келіп, сондай неге барады деп кім айтады? Ол бірақ уақыты жетілсе үйленуге болатынына дәлел. Оның бір елді бұз деп, болмаса зорла деген жер жоқ қой. Сондықтан ол ақымақтың аузынан шыққан сөз айтыла береді да. Мен осы. Ол ешқандай, бұл біздің Азияда да, Америка құрлығында да, басқа жерлерде 9 жастарда жетілгендер өте көп болған. Оған ешқандай жоқ. Бұл оған шариғатқа да, медицинаға да ешқандай қарсы келетін жер жоқ. Енді осындай тіл тигізгендерді кәпір деп айта аламыз ба? Бұндай тікелей жаңағыдай тіл тигізген кәпірлікке кетеді. Өйткені ол оған барған жоқ. Ол жұмыс істеген жоқ қой. Оны ол солай жала жауының өзі соған кетеді.